Бүгінгі таңда алаяқтардан айла арылмай тұрған заман. Қазір алаяқтықтың жаңа түрі пайда болуда. Дроппер немесе дроп. Бұл алаяқтар ұрлаған ақшаны өзінің банк картасы арқылы өткізетін адам. Кейде карточкасын үшінші тұлғалар пайдаланғанын білмеген адам алаяқтық объектісіне айналуы мүмкін. Бірақ әр адам құқыққа қайшы әрекеті үшін жазасыз қалмайтынын түсінуі керек. Мен тәжірибемдегі іс бойынша талап қоюшы жауапкерден 1 миллион теңгені негізсіз иеленіп алды деп, осы 1 миллион теңгені өндіріп беруді сұрап сотқа жүгінді. Сотта анықталғандай, талап қоюшының еркінен тыс белгісіз біреулер талап қоюшының қосымшасын пайдалана отырып, алдау арқылы талап қоюшының атынан 1 миллион теңге несие рәсімдеп, осы 1 миллион теңгені банктық шотынан жауапкердің банктық шотына аударған. Ары қарай бұл 1 миллион теңге жауапкердің шотынан үшінші бір тұлғаның есеп шотына аударылып жіберілген. Жауапкер сотта банктық шотын қай кезде ашқанын білмейтінін, ұялы телефонына SMS хабарлама келмегенін көрсеткен болатын, алайда сотта жауапкер банктық шотын талап қоюшының ақша түсетін күні ашылғанын, банктық шотын банкке барып ашқан суретке түскені анықталды. Сот бұл жауапкердің бұл әрекетіне сыни көзқараспен қарады. Бұдан кейін жауапкерге түскен 1 миллион теңге үшінші тұлғаға аударылып кеткен. Сот отырысында үшінші тұлға танысы банктық шот ашып беруді ұсынып 7 мың теңге ұсынған. Ұсыныспен келісіп 7 мың теңгені алып, банктық шот ашып берген, кейін шотын жауып тастаған көрсеткен болатын. Тараптар арасында ешқандай міндеттеме болмаған, бұрын-соңды таныс болмаған, ешқандай құқықтық қатынастар анықталмаған. Сот талап қоюшының талабын негіздеп танып, қанағаттанып 1 миллион теңгені жауапкерден өндірді. Қазіргі таңда сот шешімі заңда күшінде. Сөз соңында сақтықта қорлық жоқ демекші, баршаңызға айтарымыз, алаяқтардың құрбанына айналмас үшін ешқандай картаңыздың жеке шотыңыздың мәліметтерін, құпия сөздерді ешкімге бермеңіздер, күмәнді сілтемелерге өтпеңіздер, барлық жағдайда абай болыңыздар. Әркімнің өз шындығы бар, бірақ ақиқаты жалғыз. Ақиқат жолында өз құқығыңызды қорғаңыз. Кесімін сот айтады.